Қайырлы күн қыздар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге керемет бір маскамен бөлісетін боламын. Өте пайдалы, өте тиімді. Бар болғаны үйдегі ұн табылады, бал табылады, лимон да табылады. Осы үш нәрседен жасалатын, дайындалатын маскамен бөлісетін боламын. Мен бұл масканы қолданып жүргеніме бір айдың шамасы болды. Өте керемет бір бетіңіз бір свежий болып, андай қалай айтамыз, жұмсарып, жылтырап, сондай керемет сезімде жүретін боласыз. Бұл яғни әжімдерді де енді түсіп келе жатырған әжімдерге өте керемет тартады бетіңізді, прям күшті қылып тартып, әдемілеп көрсетіп тұрады. Егер лимонға андай не дейміз, аллергияңыз не болса, не балдан көбірек қоссаңыз болады. Барлық кожаларға кете береді бұл. Бір жақсы жері ешқандай кожа таңдамайтын маска. Соның үшін үй жағдайында қолданыңыздар, ерінбеңіздер. Осы масканы қолданып, өте керемет болады енді бетіңіз. Әжімдеріңіз тегіс болып, әдемі болып жылтырап жүретін боласыз. Лимон. Егер ұннан бір 4 қасық салатын болсаңыз, кішкентай қасықпен, балдан 5 қасық, 6 қасық салуыңыз керек. Себебі көбірек салсаңыз, жауға да ыңғайлы, бетіңізден түсіп кетпейді. Көрдіңіз ғой, крем сияқты болу керек та. И лимоннан тоже кішкене. Міне, осындай. Көрдіңіз ғой, да? Бетімізде таза бетті жуып аламыз. Бірінші білесіздер ғой, бетті жуып аламыз. Одан кейін бар таза бетке осылай маңдайдан бастап жағып, әдемілеп, бір тегістеп, қалыңдау. Мен негізі өзім қалыңдау жағам кремді. Қалың етіп. Бір слой кебеді ғой, бір слой кепкеннен кейін тағы үстіне жағыңыз. Өте керемет болады, сол кезде сіңімді болады. Жарты сағат ұстайсыз, жарты сағаттан кейін қыздар жылы сумен жуамыз. Жылы сумен жуып, салфеткамен сүртіп аламыз. Көрдіңіз ғой? Өте керемет болады. Бетіңізді ұстаған кезде прям бетіңізді ұстағыңыз келе беретін болады. Міне. Осылай тегістеп жағып шығамыз. Видео ұнаған болса, маска ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесіде бұдан да керемет, күшті пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын, қыздар. Рахмет. Әдемі болып жүрейік.